мынандай нәрсе бар. Ибнул Жаузи деген кісі бар. Бір ғалым ғұлама кісі, Хамбали мазхабында болған. Ибнул Жаузи бар, Ибнул Жаузия бар. Ұқсайды, бір-біріне. Ибнул Жаузия бұл Ибн Таймияның шәкірті. Бұл оны айтып жатқан жоқпыз біз. Бұл басқа бір. Оны айтып жатқан жоқпыз. Бұл жерде Ибнул Жаузи. Соны айтамыз. Бұл дұрыс адам мына кісі. 1116 жылы, немесе бір риуаятта 1126 жылы дүниеге келген. Қазір 2024-те емес ба? Яғни 900-908 жыл бұрын келген кісі. Өмір сүріп кеткен. Сол Бахру Думуъ деген кітапта мына бір оқиғаны жазады. Өзі 900 жыл, 9 ғасыр бұрын келіп, және өзінен бұрынғы бір оқиғаны жазып отыр ғой. Бахру Думуъ деген кітап аты, осы мағынасы көз жасы теңіз деген. Көз жасы теңізі. Басқа бір мағынасы бұл ғалым сондай тақуа болған, Алладан көп қорыққан, жасаған күнәм, ісім бар, күнәлі адаммын деп жылай беріп, осы кітап жазған ғой, көз жасы мен теңіз болды деп. Жылауым. Осы кітапта мына бір оқиғаны келтіреді. Бағдат деген жерде бір шейх өмір сүрді дейді. Шейх, ғалым, ғұлама кісі. Көп деген шәкірттері бар. Сөйтіп бір күні бұлар шәкірттермен бірге қажылыққа сапарға шығады. Қажылық жасаймыз деп сапарға қойылады. Жолда жүріп келе жатыр. Түн болады, демалу керек, анау-мынау қалаға жақын бір жерден, сол жазық далалық жер, ұйықтайды. Бәрі жатып алып. Шәкірттер жетеді енді. Атағы шыққан бір ғалым, шейх. Шейх деген ақсақал, жасы үлкен, ғалым, ғұлама, діндегі ұстаз, наставник деген мағынасы бар. Сондай адам. Сөйтіп бұл кісі таң атпай тұрады тахаджудке. Түнгі намаздар бар, тахаджуд намазы бар деген сияқты. Тұрып қарайды, шәкірттердің бәрі ұйықтап жатыр, шаршаған. Сөйтіп бұл ертерек тұрып, бір су іздейін, дәрет алайын, дәрет жаңартайын, тахаджуд оқиын деп жайлап айналаға қарайды екен. Сөйтіп шығады жайлап. Қарайын, қайдан су тапсам болады деп. Сөйтіп келе жатыр, бір шіркеуге кездеседі. Шіркеу, церковь. Соны қарап тұрады, ішінен бір жап-жас қыз шығады екен. Жап-жас қыз шығып, мына кісі енді бойдақ. Нәпс бар. Қанша жерден не болса да, нәпс деген нәрсе бар. Жалпақ тілмен айтқанда, басы кетіп қалады ана қызға, ұнатып қалады. Ондай қызды көрмеген. Ойбай, ұнатып қалады. Сөйтіп қызға қарап тұрады, таң қалып. Ар жағынан бір кісі шығады, үлкен кісі, жасы үлкен, жаңа церковьтің ішінен. Сол мынаның көріп тұрғанын байқап, сен не қарап тұрсың мына қызға деп айтады ғой. Сөйтіп жаңа есін жиып, ойбай, кешіріңіз, мен ұнатып қалдым мына қызды, өте әдемі екен. Ал сіз кімсіз? Мен бұның әкесі боламын дейді. Сөйтсе жаңа церковьте жұмыс жасайтын бір адам. Анау қызы сол. В общем, христиандар жаңа екеу. Жаңағы адам кеткісі келмейді, шейх. Жайлап намек қылады, мына қызыңызды маған не қылсаңыз бола ма, үйленейін деп едім, қажылыққа кетіп бара жатқан едім. Сөйтіп жаңағы әкесі айтады ғой, мен қызбен бір ақылдасайын, істишара қылайын, сөйлесейін, не деп айтады. Сөйтіп қыз айтады екен, әке деп, мұны мұсылман, мен бұған тұрмысқа шығам, тием, просто бір шартым бар, бұл христиан болсын дейді. Дінін ауыстырсын. Сөйтіп айтады ғой жаңа әкесі, сен дініңді ауыстыру керексің. Болмаса, қыз тимейді саған, кетпейді. Бұл ойланып тұрады. Алла сақтасын. Небір түрлі ғалым, ғұлама, әулие кісілер келген дүниеге. Сыртқа шыққан кезде періштелер қанаттарын жаятын болған ғой. Ұшып жүретін сондай әулиелер болған. Мысалы, Бәрсиса, Балағам бин Баура туралы Құранда аят бар. Оның мысалы тілі салақтаған ит сияқты дейді. Құранда аят бар. Басында әулие ұшып жүрген. Дала шыққан уақытта аспанға қарайды дейді. 7 қат аспан былай тұрсын, көрсе былай тұрсын, аршты көретін болған ғой сондай адам. Оны мен айтып жүрем жүрген жерлерде. Сіздерге де айттым, тағы бір айтып шығайын тез-тез. 1-ші қат аспан, 2-ші қат аспанның қасында шөл далаға тасталынған, лақтырылған сахина сияқты кішкентай болып қалады. 2-3-тің қасында сондай. 3, 4, 5, 6, 7-нің қасында сондай. Ойлап жатсыздар ма? 7 курсидің қасында сондай. Курси арштың қасында сондай. Сахина сияқты болып қалады. Ал 1-ші қат аспан қай жерден басталып, қай жерден бітеді, ол да Құранда айтылған. Мына жұлдыздар көрінеді ғой. Сол 1-ші қат аспан дейді.
Ал бітетін жері жұлдыздар қашан бітіп кетеді, бірінші қат аспан бітті деген сөз. Жаңағы әулие сыртқа шығып бүйтіп қарағанда аршты көретін болған ғой. Сұхбат айтқанда 12 мың адам жазып отыратын болған сұхбатын. 12 адаммен ұшып жүретін болған. Бір сәжде қылғанда бір апта басын көтермейтін болған. Жейтін тамағы жапырақ ағаштағы, жаңбырдың суы араластырып соны бір ішіп алады, болды. Тамақ жемейді 1-2 апта. Соған аят түскен Алла Тағала соның мысалы тілі салақтаған ит дейді. Шақырсаң келеді, кет десең кетеді дейді. Сөйтіп кәпір болып кетті адамдар. Бәрсиса кетті кәпір болып, 200 жыл тауға кіріп, шықпай ғибадат қылған адам кәпір болып кетті. Мұны кәпір болып кетті. Енді мұны да сондай бір сынақта тұр ғой. Сол ойланады дейді жаңағы. Ойбай, не істеймін деп. Ана басын кетіп қалып тұр ғой. Негізі шариғатта, дінімізде христиандардан, еврейлерден, яһудилерден, әхлі кітап дейді, кітап иелері дейді. Олардан қыз алсақ болады, бірақ қыз бермейміз оларға. Құранда аят бар. Мумтахина сүресі. Не дейді Алла Тағала? Астағиду билла бисмилла. Ла хунна хиллун лахум, ва ла хум яхиллуна лахун. Мағынасы, бұл әйелдер, оларға халал емес. Оларда бұл әйелдерге халал емес. Түсінікті болу үшін, біздің мұсылман қарындастарымыз, мұсылман қыздар, кәпірлерге, христиандарға, еврей, яһудилерге халал емес. Олардың кәпірлері, еркектері, христиан, еврей, яһуди, кәпірлер, біздің мұсылман қыздарға халал емес. Тағы да түсінікті болу үшін, біз қыздарды, мұсылман қыздарды бермейміз оларға, бірақ олардан қызды аламыз. Неге? Біздің мұны мұсылман қыздар кетсе, еркекке бағыну керек қой. Дінін тастап кетеді, дінін ауыстырып алады. Ал ол жақтан қыз келсе, христиан болып, еврей болып, бізге бағынған үшін біз оны мұсылман қылып аламыз қайтып. Басына орамал таққызып, жүреді сәлем беріп, ет табақ алып жаңағы. Сондай нәрсе. Рұқсат етіледі. Жаңағы қызды алса болады ғой, мұсылман қылып алады. Бірақ ол қыздың алдырып тұр, шарт қойып тұр ғой. Христиан боласың дейді. Жақсы онда дейді. Христиан болайын дейді. Шейх христиан болып кетеді, діннен шығып кетеді. Алла сақтасын. Сол үшін мына қалып деген нәрсе, қалып деген не? Жүрек. Неге қалып деп айтылған? Бұл қалып деп айтылуының себебі тоже арабша сөз. Қалбун. Бүйтіп айналып тұратын нәрсе екен. Ауысып тұрады. Бір халден басқа халге түсіп тұратын жүрек деген. Сол үшін дұғаны үйретті ғой пайғамбар саллаллаху алейхи біздерге. Я муқаллибал қулуб, сәббит қалби аля диник. Бір риwayatта. Басқа риwayatта ва таатика деп қосылады. Мағынасы я муқаллибал қулуб. Екі түрлі қылып түсінсек болады. Біріншісі, ей жүректерді өзгертуші Раббым. Өзгертіп жүреді Алла Тағала. 180-360 градусқа айналдырып жүреді. Иманнан иванға айналдырып жүреді керек болса. Иваннан иманға айналдырып жүреді. Алланың қолында, Алланың құдіреті қолында. Екінші мағынасы, ей жүректерді тура жолға салушы Аллахым, не істе, не қыл? Сәббит қалби аля диник. Менің жүрегімді мына асыл дініңде нығайта көр. Берік ет, бекем қыл. Осы дұғаны жаттап алайық. Жаңа шейхтікі ауысып кеткен деп. Абу Хурайра радиаллаху анху ең көп қылатын дұғасы бар екен. Оның қылатын дұғасы жүректерді өзгертіп жіберуші Аллаға иман еттім деп қылады екен дұғаны. Сұрайды ғой айналасындағы табиғиндар. Пайғамбарды көрген жоқ, бірақ сахабаны көріп, дәріс алып шәкірт болып жатқан табиғиндар. Я ұстаз, жасыңыз үлкейді, неге бұл дұғаны қылай бересіз? Мен қорқам деп айтады екен. Бұл жүректер Алланың қолында. Алланың құдіреті қолында. Ауыстырып жүреді любой время. Менің ауыстырып жүрмесінші деп қорқам деп айтады екен. Осы дұға қылып кеткен. Жаңағын қабыл қылады шейх. Все, христианмын дейді. Енді мәһір бар ба? Сыйлық. Бір нәрсе беру керек қызға. Сонда жаңағы қыздың әкесі айтады екен, сенің қолында қасында ештеңе жоқ. Өздерің сапарда кетіп бара жатқан адамсыңдар. Сендерде айтасыңдар ғой. Муса алейхиссалам, Шуайб алейхиссаламға пайғамбарға қанша жыл қойын бақты қызмет қылып? 10 жыл. Қойын бақып берді. Қыздарын алу үшін, қызын алу үшін. Дәл сол сияқты бізде мына жақта шошқалар бар. Соны бақып бересің дейді ғой. Сол сенің мәһір сыйлығың болсын қызыма дейді. Христиан бол.
шошқаны бағып бересің дейді. Сол кезде ойланып қалады, шошқаны бағам ба деп. Жасап тұрған итек жаман келсек діннен шығып кеттің. Кейде солай болады, бір күнәні жасап аласың, оны ұмытып кетесің де, одан кішкентай күнәні көрген кезде әулие болып қаласың жаңағыдай. Бұл да сөйтіп тұр ғой. Хабары жоқ, діннен шығып кетті. Шошқаны көрген кезде, ой, маған шошқа бақтырасың. Оған да келіседі. Бір түннің ішінде болып жатқан нәрсе ғой. Шәкірттер тұрады тахаджудке. Ұстаз қайда, оятпай ма, не болып кетті деп қараса, шошқа бағып жүр дейді жаңағы шейх. Непонятно ғой бәрі. Ұстаз, не болып кеткен сізге? Бір түн ұйықтай бітіп демалып едік. Не болып кетті бұл жағдай, бұл қалай деп жылайды ғой. Сонда боқтайды екен жаңағы ұстаз, кетіңдер деп бар. Бара беріңдер, мен мұсылман емеспін деп, мен христианмын, мына шошқаны бағам, мен осылай жағдай өтті басымнан, кетіңдер дейді екен. Жылайды ғой жаңағы шәкірттер. Ойбай, сіз дінді түсіндірдіңіз бізге. Ихрамға кіріп алған. Қажылыққа кетіп бара жатыр. Аз қалды ғой, барайық. Ой, құрыңдар, анау-мынау. Барайық, ұстаз, жоқ деп бас тартпайды жаңағы несінен. Райынан қайтпайды. Бұлар жылап кетеді қажылыққа, ана ұстазы қалады. Сөйтіп қажылық амалдарын жасайды, қажылығын бітіріп, қайттан сол жолмен келеді ғой. Келе жатып жаңағын қайттан көреді ұстазын. Бәт шығып кеткен түрі бәрі. Шошқаларды бағып, сөйтіп жүр дейді. Қайттан жылайды ғой, ұстаз, біз енді кетіп бара жатырмыз, Алла не деп айтамыз? Сіз неге бүйтіп кеттіңіз? Алла бүкіл күнәні кешіруші ғой, тәуба етіңіз. Әлі тәубаның есігі ашық. Жаңа айттық қой, Алла бүкіл тәубаны кешіреді. Тек ширктен басқа. Оны түсіндірдік. Сөйтіп, сол жерде де қарсы келеді ұстазы, кетіңдер деп. Жақсы дейді. Бәрі кетіп бара жатқан кезде, уже ұзақтау жерге кетеді. Ұстаз қарап тұрып, ойланады екен. Тоқташы деп. Тоқтаңдар деп айтады екен. Тоқтаңдар. Аналар мәз жүгіріп барады. Не болды ұстаз, райыңыздан қайттыңыз ба? Мен білем. Мен бұл күнәға қалай кіріп кеткенімді білем деп айтады екен. Мынандай күнәға қалай кіріп кеткенімді мен білем. Алла бүкіл күнәні кешіруші ғой. Мен қателік жасадым, мойындаймын. Мен бүкіл нәрседен бас тартамын, бүкіл күнәмді тастаймын, ешқашанда қайттан бұрылмайтындай қылып, калима шахадат, калима таухидымды айтам да, мұсылман болам қайттан дейді. Ал айтайық бірге. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух дейді, қайттан мұсылман болады. Дәретін алып осылы құйынып, жаңа шәкірттермен бірге жолға шығады ғой. Сөйтіп шәкірттер келе жатып сұрайды, ұстаз дейді, кешіресіз, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Бұл күнәнің қайдан екенін білем деп айттыңыз. Соны бір түсіндіресіз бе дейді. Сонда шейхтің айтқаны былай деп айтады екен. Мен ұстаз болып, шейх болып жүрген кезімде, сабақ беріп отқан уақытта бір адамды жамандаған едім, мазақ қылған едім. Ол сондай бір зинаға түсіп, діннен шығып, басқа дінге кіріп сөйтіп жүрген еді. Мен соны шәкірттерге айтқан едім, осындай пәленше, ұлы пәленше бар, осындай күнә жасайды, ол жаман адам деп айтқан едім. Алла менің басыма да беріп қойды сол күнәні. Мен түсіндім. Біз, мұсылмандар, күнәға дұшпанбыз, адамға дұшпан емеспіз. Біз адамды жақсы көреміз, сыйлаймыз, мұсылман бауырымыз. Бірақ жасаған күнәсіне дұшпанбыз. Мынандай дәріс шығаруымыз керек. Мысалы, бір адам бар, ол адам, жақсы адам, бірақ жасап жүрген күнәсі жаман деп айтуымыз керек. Ол адам, жақсы адам. Онда неге біз дұға қыламыз? Аллахым оны тура жолға салып, неге дұға қыламыз? Неге хидаят сұраймыз? Аллахым, ол жақсы адам. Адамдар, ол жақсы адам, дұрыс адам. Просто жасап жүрген күнәсі жаман деп айтуымыз керек екен. Бірақ сіз былай айтатын болсаңыз, бір адам бар, алқаш, зина жасайды. Мына дінді тастап, хақ дінді тастап, кәпір болып кетті. Өй, жаман адам дедің ба? Алла айтады екен, көрейін мен сені деп, Алла айтқан адам басына беріп қояды екен. Түсіндіңіз бе? Сол үшін опасный нәрсе дейді. Ал ғалымдар айтады, егерде бір мұсылман жігіт, бойдақ, басқа діндегі қызды көріп, басы кетіп, ұнатып, бетіп ойласа дейді, қап, мен мұсылман болып тұрмын, мен христиан болғанда мына қызға үйленіп алатын енді айтса дейді, ол адам кәпір болады. Себебі ғалымдар айтады, оның жүрегінде демек басқа дінге деген бір махаббаты бар бұрыннан.
Болмасам ең сұлу қыздар біздің ислам дінінде ғой. Ең әдемісі бізде ғой. Ислам дінінде бүкіл әдемілік. Жоқ па не басқа? Одан басқа қыз жоқ па? Бар ғой, толып тұр ғой. Демек ол жігіттің бұрыннан бір жүрегінде бір кәсайғы бар екен. Басқа дінге деген бір несі бар. Иә. Әне міне деп кетіп қалайын жүрген біреу екен. Сол үшін кәпір болады дейді. Ал басқа ғалымдар айтады, оның ниетіне қараймыз, сұраймыз. Егер ойнап отырып байқаусыздан аузынан шығарып алса, осындай бір сөзді қап мынаны қарашы, христиан қыз әп-әдемі деп жаңағыдай сол дінде болсам бүйтетін сөйтетін байқаусыздан шығарып алса, тәубаға келіп жаңағы сөзден бас тартып, вообще сондай сөзді айтпайтындай қылып, көп тәуба қылсын дейді. Көп тәуба қылсын, Алла тәубасын қабыл қылып, дінде жүре береді ол дейді. Бірақ шын ықыласымен кәдімгі сеніп тұрып айтса, сразу кәпір болып кетеді ол. Мұртат болып, діннен шыққан болып кетеді. Алла сақтасын, құрметті жамағат, ойнайтын нәрсе емес. Иә, түсінікті болды ма? Бүгіндікке жетеді. Келесі сабақ жұма күні ол жақта тоже 3 қиссаны айтатын боламыз. 3 адамның басынан өткен жағдай, екеу ішінде әулие кісі, біреу пайғамбар. Оны сабақтың соңында тоже айтатын боламыз. Аз қылып не қылайық сабақты иншалла. Бір теманы ашып кетіп жатыр ғой. Сіздерде бүйтіп тыңдап отырғасын, менде айта бергім келеді да. Аларыңыз жоқ, жетеді осы. Үйге барайық. Сосын ертең звондап тұрмасын жеңгей. Не істеп жүрсің сен біздің үйдегі нені жібермейтін болсың ба деп ұрыспасын жеңгейлер. Аман болсын, әке шешелеріміз аман болсын. Я Аллахым, осы айтылған сабақтан дәрістен қате кемшіліктер болса, Аллахым өзім кешіріп, толықтырып, өзім разылығымен қабыл қыл. Осы айтылған нәрселерді бірінші өзіме амал қылуға, кейін сіздерге құлақтарыңызға, жүректеріңізге алтын сырға болуға Аллахым нәсіп етсін. Еліміздің ішін даудан сыртын жаудан сақтасын. Әке шешелеріміз аман болсын. Я Аллахым, қайтыс болып кеткендерге Аллахым жатқан жерлерін жайлы қылып, топырақтан торқап, жандарын жәннаттан қылсын Алла Тағала. Қабірлерін жұмақтың бақшаларынан бір бақ қылып, қияметте берілетін амал дәптерлерін Аллахым оң жақтарынан қылып, сүйікті пайғамбармен бірге бәрімізді, баршамызды, әке шешемізбен, ата бабамызбен бірге жұмақта пайғамбарлар көрші ете Аллахым. Я Аллахым, тілеген дұғаларымыз қабыл қыл. Осы жерге ұзақтан жақыннан қадам басып келіп жатқан ағаларымыздың, бауырларымыздың әрбір басқан қадамдарыңызға Аллахым нұры жаусын. Ішіңізден қандай да бір жақсы дұға, ниет, тілек тілеп отқан болсаңыз, Алла бағышасын, қабыл қылсын. Үйлеріңізге, отбасы, бала шағаларыңызға ислами берекелер, рызық нәсібелеріңізді мол, халалдан қылсын Алла Тағала. Айдан айға, жылдан жылға аман есен жете беруімізге баршамызға нәсіп ет. Осы жерде қарызға батып қиналып жүрген мұсылмандар болса, Аллахым, сол халал жолымен тез бір уақытта қарыздарынан құтылуға Аллахым нәсіп қыл. Аллахым, бойдақ болып қиналып жүргендерге жүректеріне сай адамдарды нәсіп ет. Я Аллахым, ауырып шифа сұрап жатқандарға шифалардан бер. Я Аллахым, сен шафисің, әш-шафисің, шифа берушісің. Ауырғандарға шифа бер. Аман есен аяқтарына тұрып кетуін Аллахым нәсіп ете бер. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ва саламун аля al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل منا بحرمة طه وياسين. الله أكبر.